Баршаңызға кеш жарық. Бүгінгі Zoom компания траволюм туралы қазақ тілінде Луиза ханым ақпарат береді. Ал Луиза ханым, сізге сөз берейін. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі өтетін Траворим компаниясының қазақша презентациясына қош келдіңіздер. Алдымен өзімді таныстырып кететін болсам, менің есімім Луиза Жанбекқызы, Алматы қаласынан боламын. Көп балалы аналардың қатарынан 5 ханшайымым бар, Аллаға шүкір. Осы Траворим компаниясының тәуелсіз серіктесі болып келемін. Ендеше бүгінгі өтетін презентациямыз сіздің де біздің де көңілімізді қанағаттандыратындай, құнды да берекелі болсын деп, бүгінгі презентациямызды ашық деп жариялаймын. Қазір экранмен бөлісейін. Экран көрініп тұр ма? Көбірек саяхаттаңыз, керемет саяхаттаңыз және арзанырақ саяхаттаңыз дейді. Осындай керемет ұранменен бүгінгі презентациямызды бастаймыз. Жалпы бүгінгі презентациямның тақырыбын Траворим компаниясымен бірге өз өміріңді өзгерт деп алып отырмын. Әрине, қазіргі күнде қаншама адамдар, қаншама серіктестер осы Траворим компаниясымен бірге өз өмірін өзгертіп жатыр. Қандай серіктестерді қарасаңыздар да, қазіргі амбассадорларды қарасаңыздар, өмірлері кәдімгідей жер мен көктей. Демек, осы Траворим компаниясы арқылы өз өміріңізді өзгертуге болады. Керемет мүмкіндік деп айтқым келеді. Яғни, Траворим компаниясы сіздің өміріңізді жақсартатын бірден бір компания. Егер дәл қазіргі өзіңіздің деңгейіңіз сізді қанағаттандырмаса, өміріңіздегі деңгейіңіз, қазіргі жағдайыңыз өзіңіздің көңіліңізден шықпаса, онда мынау беріп жатқан, жоғарыдан келіп жатқан мүмкіндікті пайдаланып, өз деңгейіңізді жақсартыңыз дегім келеді. Ары қарай кеттік. Траворим компаниясының аздап тарихына шолу жасайтын болсақ, Траворим компаниясының негізін қалаушылар Дэвид Харт және Адела Харт жұбайы. Осы кісілер Траворим компаниясы 2013 жылы наурыз айынан ақш-та негізін қалаған, және де 2019 жылдан бастап Траворим компаниясы жабық клубқа айналады. Осы жылы Траворим компаниясының өсімі 400%-ға дейін өскен екен. Және 7 құрлықтағы 60-тан астам елде мүмкіндіктері бар. Осылай керемет 2024 жылы 25 мыңнан астам жаңа клиенттері бар екен. Соңғы 2 жылда миллиондаған сатылымдар бар, яғни тұрақты өсу. Және де қазіргі таңда басты кеңселері бар 3 жерде. Бірі Калифорнияның Темекула қаласында болса, екіншісі Испанияның Мадрид қаласында, үшіншісі әрине Қазақстанның Алматы қаласында. Неге осындай керемет компания деп айтқым келеді. Ары қарай кеттік. Егер сіз ұйықтап жатқанда ақша табудың жолын таппасаңыз, өміріңіздің соңына дейін жұмыс істеуге тура келеді дейді. Әлемдегі ең бай адам Уоррен Баффет деген кісі. Әрине, осындай кісілердің жасап кеткен жолына қарап, айтқан сөздеріне қарап, біз өзімізге жол табамыз. Яғни, уағыз ретінде қараймыз деп айтсақ болады, иә. Егер шынымен де сіз ұйықтап жатып, демалып жүріп, қыдырып жүріп, бала шағаңызбен айналысып жүріп, отбасыңызда жүріп, сондай табыс табудың жолын тапсаңыз, мінекей өмірдің қызығын көру деген осы болар мүмкін. Жалпы туризм индустриясы өте кең индустрия, оны өздеріңіз де білесіздер, өте үлкен. Мына жерде жазылып тұрғандай, Bloomberg'дің мәліметі бойынша туризм 10 триллионнан долларлық индустрия. Олардың бағыттауынша 9 жылдан кейін пайымдауынша 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш 15,5 триллион долларға жетеді. Енді әрине аумен солай болсын дейік. Яғни Траворим компаниясы біздің армандағы бизнесіміз. Осы компания туралы түсіндіру оңай, жасау қызықты өте, және де үйден онлайн түрде жүргізе беретін ең тиімді бизнес деп айтқым келеді.
Біздің платформалардан таба алатын қызметтеріңіз, мінекей қандай қызметтер бар дегенге, ең бірінші өздеріңіз білесіздер, қонақ үйлер, иә, қонақ үйлер. Және де курорттар бар, круиздар жасауға болады, автокөлікті жалға алуға болады, саябақтар, турлар, белсенді демалыстар және ойын сауық. Осындай керемет қызметтерін пайдалануға болады. Ал енді травориум дегеніміз не? Травориумның артықшылықтарына тоқтала кетейік. Жалпы бұл жерде туристік серіктестік, иә, әр травориумға кірген адам, травориуммен айналысқан адам бұл жерде серіктес болады. Және осы платина пакеті бар серіктестер үшін 12-14 ай сайын, яғни бір жылда деп айтайықшы, 2 рет демалу мүмкіндігі бар. Керемет емес пе? Иә, керемет. Менің ойымша өте жақсы. Және туристік ұпайларды таба аласыз, жинай аласыз. Ұпайлар арқылы және де оларды жинау арқылы, жинай тұрып, оны пайдалануға да болады. Ұпай арқылы төлем жасауға да болады. Турларды турагент бағасымен брондаңыз дейді, яғни 60%-ға дейін немесе одан да көп жеңілдіктер бар бұл жерде. Және 3% шығынды қайтару бар. Лояльды ұпайлар дейді, яғни осылай 3%-ын өзіңізге қайтарсаңыз да болады екен. Ондай да мүмкіндік бар. Және бизнес жасау мүмкіндігі. Әлемнің қай жерінде отырсаңыз да 24/7 қолыңызда ноутбугыңыз немесе ұялы телефоныңыз болса болғаны, сізге жұмыс жасауға керемет мүмкіндік. Ештеңе кедергі келтірмейді. Қай елде жүрсеңіз де жұмыс жасай аласыз. Осылай экранға қарап, сөйлеу арқылы жұмыс жасай бересіз. Ондай жұмыс, менің ойымша, қазіргі заманда өте бір таптырмайтын жұмыс. Және де траворим компаниясының бірнеше платформаларын айтуға болады. Ең біріншісі, мінекей туристік сайт, travel сайт. Турагенттердің тарифінен тиімдірек бұл жерде. Туристік сайтта 3 миллионнан астам, мына жерде 2 миллионнан астам деп тұр. Қазіргі таңда 3 миллионнан астам қонақ үйлер мен курорттар бар. Және бұл жерлерде 60%-ға дейін, 70, кейде бір 80%-ға дейін жеңілдіктер ұсынады. Және де туристік сайтта бөлімдері бар көптеген. Онда белсенді демалыс, қонақ үйлер, круиздар, автокөлікті жалға да алуға болады, ойын сауықтар, әртүрлі ойын сауықтарды да осы туристік сайт арқылы таңдап баруға болады. Көлікті жалға алу дегеніміз, яғни сіз егер шетелге барып, егер сізге көлік қажет болып жатсаңыз, енді жан-жақтан іздемей ақ осы туристік сайтқа кіріп, көлікті жалға да алуға болады екен. Мінекей қарап отырсаңыздар, мінекей 2 миллионнан дейді, қазіргі таңда 3 миллионнан астам қонақ үйлері бар. Мінекей осындай басқа да агенттерге қарағанда, яғни Priceline, Booking сайт, Expedia деп жатамыз, иә. Соларға қарағанда біздің туристік сайт арқылы таңдаған қонақ үйлеріміздің бағасы анағұрлым жеңілірек. Мына жерде мысал ретінде көрсетіп қойып тұр, өздеріңіз скрин жасап алыңыздар, мен оны уақытты созып айтпай ақ қояйын. Тағы да мінекей туристік сайт үнемдеу деп тұр, иә. Мінекей тағы да мәселен, енді айтып кетейін, мына жерде Сан-Диего дейді, иә. Сан-Диегода травориумның бағасымен $1923 болатын болса, иә. Ал Priceline, Expedia деген Expediaның бағасымен $547, иә, $5047 құрайды екен. Мінекей бағасын қарасаңыз, жер мен көктей. Осындай, бұл жай ғана бір ғана мысал келтіріп қойған. Осындай мысалдар өте көп, енді өте көп. Өздеріңіз сайттан қарасаңыздар, салыстырмалы түрде қарауға болады. Қазірген салыстырмалы түрде Booking сайт, солар ғой, енді солай салыстыруға болады. Және де келесі платформамыз біздің демалыс деп тұр. Мінекей Getaways платформасы, армандағы платформа, иә. Getaways платформасы, ол бұл жерде ұпайларды жинақтайсыз. 2 мыңнан астам курорттар бар екен, ұпайлар жинақтап, сол ұпаймен төлем жасайсыз. Және Getaways платформасының ерекшелігі, бұл жерде резорттар, яғни апартаменты дейді ғой, орысша айтқанда. Сол көп бөлмелі қонақ үйлер, ас үйде бар. Егер сіз көп балалы отбасы болсаңыз, егер сіздің кішкентай балаңыз болса, я ата әжеңіз болатын болса, сондай арнайы тамақ пісіру керек болатын болса, мысалы Getaways'ден қонақ үйін таңдап, сол жерде ас үйі бар, сол өзіңіздің тағамыңызды, жаңа баланың тағамын дайындап, солай арнайы тағамды дайындауға да болады екен, иә. Сол жерден сондай көп бөлмелі, 2 бөлмелі болуы мүмкін, әртүрлі сондай керемет ерекшелігімен ерекшеленеді. Мінекей қарап отырсаңыздар, өте көп.
Мінекей Гетуэйзда мысал келтіруге болады. Мінекей қараңыздар, Канар аралында, яғни Испанияда 8 күн 7 түн бөлшек бағасы $899 болатын болса, Травориум опаймен төлеп, салық ретінде $7 төлеуге болады. Кабо Сан-Лукас Мексикада дейді, бір люкс бөлмесі бар екен, бөлшек бағасы $1299 құрайтын болса, Травориум опаймен төлеп, қалтаңыздан салық ретінде $149 төлеп аласыз. Сол секілді Орландо, Флорида, ол да мінекей өздеріңіз қарап оқып отырған боларсыздар. Әлемдік саяхаттар, келесі тур, яғни World Tours, менің ең жақсы көретін турс осы платформа. Яғни бұл жердің ерекшелігі турлар, яғни сізде баратын күніңіз, қайтатын күніңіз, ішіне не кіреді, барлығы дайын бір пакет болып тұрады. Яғни турлар, турлар. Бұл жерде де өте керемет, яғни ұпаймен төлем жасайсыз, жинақтаған ұпайларыңызбен төлем жасайсыз да, осындай турға өзіңіздің демалысыңызды реттеп барып келуге мүмкіндік бар екен. Қарап отырсаңыздар, Дубайға мінекей бөлшек бағасы дейді $902 болатын болса, негізгі бағасы, ал Травориумның бағасымен оны ұпайға айналдырып, ұпаймен төлейсіздер да, және де қалтаңызда мінекей мына жерде $49 деп тұр, $49-ыңызды теңгеменен 49 ақшалай түрде $49 төлейсіз. Және де мінекей Испанияда, Малагаға да 5 жұлдызды қонақ үй, таңғы ас кіреді дейді ішіне. Негізгі бағасы, бөлшек бағасы $1222 құрайтын болса, Травориум ұпаймен төлеп, қалтаңыздан $99 төлеп барып демалып келуге болады. Сон секілді Таиландқа да мен осы турға біз өзіміз барған болатынбыз, былтыр барған болатынбыз. Мінекей 5 күн 4 түн 5 жұлдызды қонақ үй, таңғы ас кіреді, бөлшек бағасы $1037 құрайтын болса, Травориумның бағасы, яғни ұпайларыңызбен, жинаған ұпайларыңызбен төлем жасайсыз. Қалтаңыздан $129 шығарады екенсіз. Мінекей қарап отырсаңыздар, өте керемет, Менің ойымша, бұл турлар өте бір көңілден шығарлықтай деп айтқым келеді. Ал енді жаңа платформаларын айтып кеттім. Енді осындай бір платформаларын, осындай керемет мүмкіндіктерін пайдалану үшін не істеу керек? Яғни, әрине, пакеттерге тіркелесіз, мынандай 3 пакет берілген. Мінекей, өз серіктесіңіздің пакетін таңдаңыз дейді. Мінекей, Silver пакеті, Titanium пакеті және Platinum пакеті. Silver пакеті, күміс пакет, Осы пакетті таңдау үшін, егер осы пакет арқылы жазылатын болсаңыз, $69.95, ай сайын $52.50 төлеп отырасыз, саяхаттайтын ұпай жоқ екен. Өкінішке орай, бұл пакетте ұпай берілмейді. Тек қана бұл пакетке кіретін, ол travel site, яғни жеңілдіктермен саяхаттай аласыз. Болды. Басқа бұл пакеттің мүмкіндігі жоқ екен. Енді бағасына қарай, Енді екіншісі Titanium пакеті. Титан пакетінде, мінекей қарап отырсаңыздар, бір рет $149.95 төлейсіз. Бұл жерге енді барлық платформалар кіреді, және де ай сайын $75 төлем жасап отырасыз, айына 150 саяхаттайтын ұпай беріледі екен. 50%-ға дейін жеңілдіктер беріледі, саяхаттауға. Бұл пакеттің енді бір несі, ұнамайтын жері маған өзіме, бұл жерде саяхат аз, жылына бір-ақ рет қана саяхаттау мүмкіндігі бар, яғни ұпайды өте бір ұзақ жиналады ұпай. Ал енді ең керемет, мен үшін ең керемет, барлық адам осы серіктестер үшін деп айтайыншы, ең кереметі мынау платина пакеті. Платина пакеті, мені өзім айтып қоям, платина пакетін иемденген адам, ол VIP клиенттер мен VIP серіктестер деп өзім сөйтіп айтам. Шынымен де ең керемет пакет ол платина пакеті. Мінекей бір рет қана $269.95 төлем жасайсыз. Осы платина пакетіне жазылу үшін айына $135 жинақтап отырасыз. $135 екі еселеніп, 270 ұпай болып өзіңізге қайтады. Солай ұпайларды жинақтайсыз. Ұпайларды жинақтап, мүмкін жарты жылда, мысалы, ұпайларыңыз жиналып қалады, сіз саяхатқа ұпаймен төлем жасап, демалып, керемет саяхатыңызды жасауға болады екен. Мінекей осылайша осындай керемет бағдарламаны көріп тұрсыздар. 3 адамды егер алып келсеңіз, серіктесті, 3 адам серіктесіңізді тіркесеңіз, ары қарай бұл Травориум компаниясының кереметі бизнес жасауға болады. Ары қарай бизнесті жасауға болады.
мінекей компанияның бизнес жоспары. Батыл қадам жаса да мол табысқа жет дегім келеді. Мінекей алдарыңызда мен өзіміздің естелік суретімізді қойып қойдым, фотосуретті, иә. Енді кезінде Әбекеңнің батыл қадам жасағанының арқасында неге қазіргі таңда біздің ортамызда мынау алдарыңыздағы кісі Тод Стрэнд, Джина Стрэнд, бұл кісілер қазіргі таңда 5 жұлдызды амбассадор. Қараңыздар, 5 жылды, иә. Бұл кісілер жаңағыдай шынымен батыл қадам жасағанның арқасында қазіргі таңда керемет миллиардер болып отыр. Керемет емес пе? Осы кісілердің жолдарын бізге де берсін, сізге де берсін деп айтқым келеді. Және де тағы да айтып кетейін, осы жерде платина пакетін кіргеннен кейін, таңдағаннан кейін, жаңа жазылғаннан кейін, жыл сайын сізге серіктестік болу керек болады, иә. Ары қарай бизнес жасағыңыз келетін болса, онда сіз компанияның серіктесі атануыңыз керек. Сол үшін жыл сайын $95, яғни дөңгелетіп айтқанда $100 дейікші, иә. Солай төлем жасайсыз сіз, егер серіктес болып бизнес жасағыңыз келетін болса. Және бұның серіктестіктің пайдасын айта кетейін, иә. Серіктестік болған кезде сіздің